Қазіргі оқушы оқып отырған сабағын ұқпайды. Академик, математика ғылымдарының докторы Асқар Жұмаділдаев қосымша сабақсыз, яғни мұғалімді жалдап оқытпай, қазір оқушыға мектептегі білімді үйрену қиын болатын жағдайға жетіп қалғанымыз туралы ащы шындықты айтты. Жалға сабақ беретіндер бар, репетиторлардың дәурені жүріп тұр қазір. Бұл біздің министрлік жасаған реформалардың жемісі. Бұл біз жүргізген реформаның жүйесіздігі. Анаған еліктеп, мынаған еліктеп, босқа далақтағанымыз солай болды. Қазір мектепте оқушы оқып отырған сабағын ұқпайды. Сондай деңгейге жеттік. Еріксіз қосымша сабақ алады бала содан, дейді ол. Ғалым білім саласында одырайып көзге оғаш көрініп тұрған бұл бір нәрсе емес екенін айтады. Мысалы, қазақтар жапонның көлігін мінгісі келеді, мініп те жүр, бірақ жапон өлшемдерімен өмір сүруді ойламайды. Сол секілді америкалықтар құсап жалақы алғысы келеді, алып та жүр. Топ менеджерлер бірақ америкалық өлшеммен елді дамытуға бастарында қатырғысы келмейді. Бұл дұрыс емес нәрсе. Егер бір үрдісті алғыңыз келсе, оны толықтай 100% енгізу керек. Біздің реформалардың ақсап жатқандығының бір себебі осында. Ана арадан бір жұлып, мына арадан бір жұлған шалағайлық бәрі. Одан түк шықпайды. Қазір Қазақстанда ең коррупциялы кәсіпті атаңыз десе, мұғалім мен дәрігерді атайды. Неге? Өйткені бүкіл жүргізілген реформа осы екі қастерлі мамандықты аяқ астына тастап жіберді. Әйтпесе кез келген мемлекетке барыңыз, мұғалімді ұстаз деп алақандарына салады, дәрігерді қалай құрметті. Ал бізде ше ешқандай құрмет жоқ. Қарап тұрсаңыз, адамдардың көзқарасы мұғалімге де, дәрігерге де, полицияға да қарсы. Бұл дұрыс емес қой. Неге мұндай көзқарас қалыптасты? Бұл үшін осы мамандық иесі кінәлі деп ойлайсыз ба? Жоқ, әрине, дейді ол. Асқар Жұмаділдаев кеңес заманы мұғалімдері түгелсілген кейінгі кезеңде көз алдында елестете алмайтынын айтты. Мысалы, қазір Кембридж білім жүйесіне кіріп жатыр. Қанша ақша шығарып оны сатып алдық. Егер сол жүйемен оқығандармен біздің балаларды салыстырса, біздікілер озып кетеді, әсіресе математика бойынша. Себебі олар кеңес заманынан қалған білім жүйесінің инерциясымен қазір алда келеді. Кеңес заманы мұғалімдері құрған соң құлайды мұның бәрі. Қазірде құлдырауы бар бізде, дейді ол. Ғалым Қазақстанға ағылшын тілі бас бәлеге айналып келе жатқанын айтады. Біз балаларды ағылшынша оқытамыз дедік. Одан не пайда таптық? Бәрі шетелге қашып кетіп жатыр. Бұл қазіргі менің басты проблемам. Оқытқан балаларымды қалай ұстап қалсам деп басында қатырамын. Оның бәрін шетел экономикасын дамытсын деп оқыттық па сонда? Басы істейтін мықтыларды ұстай алмайсың, қиын. Сондықтан маған ауылдан шыққан балалар ұнайды. Орыс тілінде, ағылшын тілінде білмейтін. Солар қалады менде, ал қалғандары бәрібір кетіп қалады. Ғалым үш тұғырлы тілге қатысты көзқарасын үнемі айтып жүрген, бірақ оны жоғарыда естір құлақ жоқ екен деп баса айтты. Үш тұғырлы тіл деген немене? Бізге айтады, тарихтан басқа пәннің барлығы ағылшын тілінде жүрсін дейді. Демек, не деп жатыр біздің үкімет? Қазақ тілі ауыл аймақтың тілі. Қазақ тілінде тарихты айтып, құйқылжытып ән сала бер дейді. Бірақ іргелі ғылым қазақ тілінде сөйлемесін дейді. Осы дұрыс па? Өз-өзімізден кемсітіп отырмыз ғой сонда. Компьютер тілі қазақша болмасын, тағысын дегенде. Намыс деген әңгіме осы жерде шығу керек. Намыс жоқ бізде. Менің түсінігімде мектептердің барлығында барлық сабақ тек өз ана тілінде өтуі тиіс. Ал мектептен соң қай тілде оқиды бала өзі білсін. Іргелі ғылымдарды ағылшынша оқытамын деп жүргендердікі бос сөз. Шындығында келгенде тарихты ағылшынша оқытамыз десек, ол ақылға қонымды. Біздің тарихты басқа елдер білсін. Бұл насихат түрі ғой. Негізі тіл проблема емес, проблема ғылымның өзі. Қазақ тілі байланыс құралына айналып, ғылым мен техниканың тіліне айналғанда ол өзіндік орын табады. Бұл мемлекеттің шаруасы. Мемлекет 100 кітап деген бағдарламаны жалғастыруы тиіс. Алдында аударылған кітаптардың 90% гуманитарлық салаға тиесілі. Жоқ, техникалық саладағыларды аудару керек бізге. Құр қазақша сөйле деп ұрандағаннан пайда жоқ. Осындай іспен тындыру керек бұл мәселені, дейді ғалым. Каналымызға тіркеліп, пікір білдірсеңіз жеткілікті.